Ақжүрек ТВ арнамызға тіркел балақай. Торай Миника, бер маған бер. Торай Миника, бер маған бер. Ақжүрек, Айша таласпаңдар. Келіңдер, оданда Торай туралы ертегі айтып беремін. Біздің кішкентай көрермендер, сәлем. Ертегі бастамас бұрын арнамызға тіркеліп қойыңдар балақайлар. Олай болса, ертегіні бастаймыз. Ертеде 3 көңілді Торай өмір сүріпті. Олар әрқашан ойнап, күліп жүреді екен. Олар өсіп, ер жетіпті. Бір күн аналары, балаларым енді өз үйлеріңді салып, еңбек қор болыңдар. Бір-бірлеріне қамқор болып жүріңдер. Мен сендерге азық жеткізе алмай жатырмын. Өздерің азықтауыңдар. Сендер енді ер жетіп өсіп қалдыңдар. Ақылды болып еңбектеніңдер. Солай Торайлар анасының сөзінен кейін жолға шығады. 3 Торай жолға шығып, олар үй салмай асыр салып ойнағысы келеді. Мына балшықтың күштісін ай! Жаз деген қандай керемет. Шомыласың, балшыққа аунайсың, күнге қыздырынып жүресің. Жаз бітіп, күз келді. Күн салқындайды. Торайлар үй салу керегенін енді ойлана бастайды. Бауырларым, күз болса келді. Үшеуміз бірігіп үй салайық. Жоқ, әркім өзіне салсын. Торайлар өздеріне ұнайтын үйлерді салып бастайды. Торайлар қандай үй салады анашым? Бірінші Торай жалқау екен. Тез бітсе болды деп сабаннан үй салмақшы болады. Көп еңбектеніп қайтемін. Үйімді тез бітіріп, менің ойнағым келеді. Кішкентай Торай сабаннан жасалған үйінің біткеніне қуанып, билеп тұрады. Екінші Торай ағаштардан үй жасауға кіріседі. Бұл Торайда жалқау болғанымен, бірақ көбірек еңбектенеді. Екінші Торай ағаш үйін аяқтайды. Кез келген жағдайға төтеп бере алады. Енді демалсам болады. Үшінші Торай болса көп еңбектеніп, үй жасауға кіріседі. Үшінші Торай сабырлы еді. Ол кірпіш тасып, ұқыптап, мықты үй салды. Кірпіштен жасалған үй өте әдемі, мұршасымен қазаны бар болатын. Бір күні орманда аш қасқыр азық іздеп жүреді. Мына маңда Торайлар жүрген сияқты. Иістерін сезіп тұрмын, үйлерін көріп тұрмын. Қасқыр бірінші сабаннан жасалған үйге келеді. Ішінде Торай бар екенін сезіп, жеймін деп ойлайды. Торай, аш есігіңді, әйтпесе Қасқыр, есікті ашпаймын. Мен сенен қорықпаймын. Жөніңмен жүр. үйді бұзамын. Қасқыр үрлеп үйді ұшырып тастайды. Ішінен Торай шығып қорқып қашады. Қап қасқыр, қашып кетем сенен. Анашым, Торайды қасқыр жеп қоймайды ма? Соңына дейін тыңдай ғой. Торай болса ағаштан жасалған бауырының үйіне қашып келеді. Торайлар тездетіп үйге кіріп, есікті жауып үлгереді. Торайлар, есікті ашыңдар! Есікті ашпаймыз. Қасқыр, жөніңмен кет. Қолыңнан ештеңе келмейді. Қасқыр үйді бірінші рет үрлеген кезде үй қозғалмайды, екінші рет бар күшімен үрлеген кезде үй кетеді. Қашайық, үлкен бауырымыздың үйіне барайық. Жүгір қане. Торайлар кірпіштен жасалған үйге жүгіріп келеді. Үйге кіріп, есікті қатты жауып алады. Торайлар, есікті ашыңдар! Әйтпесе есікті бұзып кіремін! Қасқыр қанша рет үйді үрлесе де, үрлеп үйді құлата алмайды. Үйді үрлеп құлата алмасам, онда мұржаға шығып үйге кіремін. Ал Торайлар, мені күтіңдер. Сендерді ұстап аламын. Бірақ ақылды Торайлар мұржаның астына үлкен қазан қойды. Ішіне су құйды. От жақты. Қасқыр мұржадан сырғып келеді. Төмет шу қазанға түсіп кетті. Қасқыр қанша көмек сұраса да, Торайлар қуанып қазанның қақпағын жауып қояды. Біз қасқырдан құтылдық. Енді бізге қауіп жоқ. Осылайша Торайлар аман қалыпты. Бауырлар әрқашан бір-бірлеріне көмектесіп жүру керек балалар. Ертегі ұнады ма балалар? Иә, өте қызықты ертегі екен анашым. Біздің кішкентай көрермендер бізді жоғалтып алмас үшін арнамызға тіркеліп қойыңдар. Алда тағы да қызықты ертегілер айтып беретін боламын. Сау болыңдар.